Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай тағам түрімен бөліспекшімін. Бұл тағам парей жуасынан жасалады. Қазір Түркияда парей жуасының маусымы, әсіресе қысты уақыттарда бұл тағам өте пайдалы. Және де түрк халқы бұны күнделікті өмірде өте жиі пісіреді. Тағамымызды жасауға кірісейік. Ең алдымен бізге 5-6 тал парей жуасы қажет. Үстінен су құйып, 1-2 тамшы сірке суын құямыз. Кірі бәрі жақсылап кетіп, тұнбау халіне келу керек. Оған дейін бір дана сәбізімізді осындай домалақ етіп турап аламыз. Енді қазанымызды отқа қойып, 1-2 ас қасық сұйық май құямыз. Артынан 1 ас қасықпен томат пастасын саламыз. Жақсылап қуырамыз. Томат пастасының иісі шығып, қызарғанға дейін қуырып аламыз. Енді суын сүзіп, тағы 1 рет жуып шайып алған парей жуаларын қазанға саламыз да жақсылап тиянақты түрде қуырамыз. Парей жуаларын жақсылап қуырып алу керек, сол кезде тағам өте дәмді шығады. Парей жуаларымыз жақсылап қуырылды. Енді үстіне бағана тураған сәбізімізді саламыз. Сәбіз салғаннан кейін жақсылап араластырып алыңыздар. Артынан 1 турецкий кофенің чашкасына өлшеп, күрішті жуып саласыздар. Егер турецкий кофенің чашкасы болмаса, сіздерде 4 ас қасықпен күрішті өлшеп жуып салсаңыздар болады. Араластырамыз. Енді соңғы штрихтарына көшеміз. Тұзын саламыз. Артынан ыстық су құйып, қақпағын жауып пісіреміз. Достар, менің видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп, және қоңырауша белгісін басуларыңызды сұраймын. Сонымен қатар, достар, айта кетейін, мен тек қана рецепттермен шектелмей, жалпы өзім Түркияда өмір сүргеннен кейін сіздерге осы жақтың мәдениеті, салт дәстүрі, мені таңғалдырған дүниелер сияқты қызықты ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламын. Сондықтан қапыда қалмаңыздар, каналыма тіркеліп, парақшамды қадағалап отырсаңыздар болады. Мінекей, парей жуасынан жасалған тағамымыз дайын болды. Сіздерге ас болсын. Көріскенше.